Некені құрақтың шетін тігіп жатырмыз. Осылайын айландырып, бізге домалақ керек болған, е. Мынаның шеттерін, кішкене бұрыштарын бүйтіп, ақырын кесіп тастаймыз. Мынау шетіндегі матасы 7 сантиметр. Неке. Оны біз қалай құрап жатырмыз. Неке көрсетейін сіздерге. Бірінші, мына жерді бүйтіп құрап аламыз. Мына жерін былай тігеміз. Кейін екінші лентаны әкелеміз да, осының үстінен былайынан қойып, мына жерде былай тігіп тұрса, мынаны кеспей тұратырамыз. Мына екіншісін тіккен кезде бірақ кесеміз. Мынаны кішкене былай асыру керек мынадан. Былайынан тігеміз мына жерге шейін. Мына жақта уже ары қарай жол бітеді ғой. Мынаны тігеміз. Кейін тігіп алғаннан кейін барып мына жерді кесеміз. Мына лишний матаны. Кейін ол былай тұрады. Тағы да мына жерде лишний болады. Мына неткеннен кейін мына жерді кесеміз. Кейін үшінші матаны әкелеміз. Онда тура осының бойымен былайынан мына жер кесілгеннен кейін мына жеріміз қазір біздің бай болып тұрады, е. Кесілмейді айтпақшы. Бұл жер пока кеспейміз. Мынаның бойымен былайынан қойып тігіп аламыз. Тігіп алғаннан кейін барып астындағысын кесеміз. Былай айландырып кете береміз. Түсінікті болды деп ойлаймын, е. Қайтадан. Біреуін тігіп аламыз, кейін екіншісін қоямыз, тігеміз, содан кейін барып мына артығын кесеміз. Келесін тоже осының бойымен былайынан тігеміз, содан кейін барып артығын кесеміз. Неке қараңыздар, қазір шетіне су тігеміз. Мына ненің бойымен аламыз. Мына жерге ғана аламыз. Мен жаңа түгін аса қаратып қойып жатырмын. Неке мына жерден кішкене 1 сантиметр артық қалсаңыздар болады. Бисмилля. Закрепка береміз. Бір сантиметр тігіске беріп жатырмын. Өйткені астына не қоймаймыз ғой біз. Мата қоймаймыз астар. Сол үшін сөктілмесін деп тігіске көбірек беріп жатырмын. Так, неге тік болдым, я? Бұлай жатқызамыз. Екінші. Мынан кеспей тұра тұрайық. Или болмаса, мынамен бұлайынан туралап кесе салсаңыз болады. Мен тігіп алып барып, бірақ кескенді дұрыс деп ойлаймын. Мынадан сәл-пәл 1 сантиметр артық қылсаңыз болады. Мына жақпен үзулеп қоямыз. Инемен түйреп алыңыздар болмаса. Тігістердің бәрін екі жаққа жатқыз қойып тігеміз, е. Закрепка береміз. Ал мінекей енді жаңаға тігіп болдық. Енді мына жерде артық матасын кесіп тастаймыз. Міне қазір мына жерге келесі матаны қоямыз да. Мына матамыз қазір жетіп жатса, осыны қоя береміз. Қазір осылайынан тіге береміз. Так, мінекей тігіп келе жатырмын. Мына жерді кескен кезде мынаны тігеміз. Мына бірінші тіктік қой. Екіншісін тіктік, соны кестік та мына жаққа қойдық.
мына жаққа қойдық. Келесін тіктік та, мына жақ мынаны кестік, оны былай қарай қойдық, сөйтіп айландырып келе жатырмыз. Қазір енді немен сызғышпен отырып, мынаны былайынан кесіп отыратын болам. Мына жердің бәрін былайынан әдемілеп кесем. Маған домалақ керек болды. Кішкене мына жердегі, мына жер былай үш бош болып тұрады ғой. Сол жерді алып тастайтын болам, чуть-чуть. Последний, мінекей, мынау басы, аяғы, по-своему өзінше бір әдемі. Былай тігіс тастыға қарай қаратамыз. Міне. Мынау үш бұрышым мына жаққа келіп кетеді, бірақ мына жақта уже керек емес та, ол былайынан кесе саламыз. Болмаса былайынан қойса болатын еді. Мен түгін аста қаратып келе жатырмын ғой, сол үшін онда жарамайтын нәрсе. Әйтпесе мынау қазір түгі былай ойнап кетейін деп тұр. Мына жерде мынамен түзете саламыз да. Мына жерде мына жақтағы сызықпен тіге береміз. Так, мінекей міне сызып алдым, былай. Қазір осылардың бойымен кесіп шығамын. Так, мінекей үшеуі дайын, тағы да үшеуі бар. Мынаның шетін мынандай бұрыштарын кесіп тастадым. Маған домалақ керек. Прям бит домалақ жүрсе де болатын еді. Бірақ осы да нормальный сияқты. Әдемі, өзіме ұнапты, сіздерге ұнады ма? Екен мынау полностью қызыл кетті. Мына жақта міне былай. Осылайынан әдемі көрінеді сияқты. Мынаны енді сіздер ары қарай жалғастырып, былайынан үлкен қыла берсеңіздер де болады. Мына бірнеше цветтен, шына қазір 2-ақ цвет қой. Мына жерде мысалы көкті ары қарай жалғастырсаңыз болады, көкті. Мына жерде тағы бір көкті бұрышты, мына жерде бұрышты жалғастырасыз. Мына ұқсап, мынау ромбик кетті ғой. Мына жерде бүйтіп ромбик жасап, мына жаққа басқаша бұрыш. Бірнеше қатар осылай жасап жүрсеңіз, тоже огонь болады ғой. Ортасына ақпақ қызылма жасап, жағын турецкий, королевский велюрдан жасайды, осындай түші күшті кетеді. Ана неге тур көрпелерге жасайды. Бірнеше. Сол қазір астарлаймыз, соң кешіне синтепон саламыз. Тема ауыз кетті ма? Құрметті ханымдар, мінекей астарлап қойып жатырмыз. Осылай матаны алып, бетіне қойып. Мына жердегі мынаны басында айттым, флизелин жабыстырып, сөйтіп кесіңіздер деп. Өйткені былай покосой кесілгеннен кейін ол созыла береді. Соның мына жерлері, мысалы, созылып кеткендер, мына лентасын тіккен кезде, лента ұзынан мынаның созылғанымен бірге тігіліп жатырды. Сол үшін көрдіңіздер ме, мына жерде жиналып кетті. Сол үшін флизелин обязательно жабыстыру керек, покосой кескеннен кейін, или болмаса осылай өзіңіз көресіз қалай нететінізді. Мен осылайна тігіп шықтым. Қазір лишний матасын бәрін кесіп тастаймыз да. Соның бетіне синтепон қойып аударамыз и көктейміз. Қазір көреміз соны ары қарай.